Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге бала бауыр етің деген аңыз әңгімені айтып беремін. Бұл жерде келесіде Қазбек би. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Бірде екі әйел ұрсып Қазбек биге келеді. Әйелдің бірі: Қазбек би, мына әйел мен есін білмейтін кезде баламды жоғалтып алыппын. Ал мына әйел оны тауып алды ма, ұрлап алды ма, әйтеуір асырап алыпты, дейді. Ал екіншісі: ал ол болса маған, жоқ, ол менің балам деп бермейді, дейді. Сонда Қазбек би екі әйелдің де сөзін мұқият тыңдайды. Ойлана келіп бір шешімге келеді. Баланы екі қолынан екі әйелге ұстатады. Сонда айтады: сендер екеуің дауласа береді екенсіңдер, онда мен мына баланы қақ ортасына бөліп жіберейін. Сол кезде екеуің дауласпайсыңдар, дейді. Сонда әйелдің бірі: не істесе де баламның жартысы өзімде қалсын, бөлсең бөл, дейді. Сонда екінші әйел: жоқ, биеке, бөле көрмеңіз. Ол бала қай жерде болса да тірі жүрсін, деп баланың амандығын ойлайды. Сонда Қазбек би: мына әйел баланың амандығын ойлап тұр, ал сен үйтіп ойлап тұрған жоқсың. Онда осы әйелдің баласы ол, қайтарып бер, дейді. Осымен біздің аңыз әңгімеміз аяқталды. Келесі ертегімді немесе әңгімемді, аңызымды бәрін күтіңіздер. Салып тұратын боламын. Всем пока-пока!